бұл енді өте жақсы деңгейде өтті. Республикалық Қазақстан барысынан кейін өтті деп айта алмаймын енді. Қазір жас балалар өсіп келе жатыр, жаңағы Елнар сияқты енді. Қиын болды, каждый схватка қиын болды. Оңай болған жоқ. Бәріне дайындалып келдім мен өзім. Жартылайға түскеніме өзім не болдым да, уверенный болдым да. Жартылай беретін білдім, бірақ уже жинақталдым да іштей. Сондай жақсы настроймен келдім жарысқа жалпы. Енді постоянно жаттығуда, тренировкада болса енді ешқандай не болмайды деп ойлаймын, оған кедергі болмайтын болар. Дайын болу керек қой, қай уақытта болса да. Мен енді 2 жыл жаңағы біздер неге кеттік қой, дисквалификацияға кетіп 2 жылда енді дайындық былай тоқтаған жоқ. Өзім енді жаттықтырушы болғаннан кейін де постоянно тренировка ғой бізде. Бірақ енді осы жарысқа бір тыңғылықты 1 ай кішкене настроймен жақсы дайындалдық енді. Республикалық кезең енді жақсы дайындық болса, салмақта ештеңеде кедергі болмайды ғой. Главное дайындық, сосын жақсы дайындалу керек қой не болса да.